сүю. Сіз үшін денсаулық деген не? Үш оқушы өз ойын айтса жеткілікті деп ойлаймын. Қолдарыңыз көтеріп, өз орындарыңызға отыра берсеңіздер болады. Жалпы денсаулық дегенді қалай қабылдайсыздар? Ол өмір үшін өте маңызды. Сенің өте маңызды деп ойлаймын. Иә. Мен үшін денсаулық деген ол адамның ең басты байлығы. Яғни денсаулығың болмаса басқа ештеңе көре емес деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Олай дұрыс деп ойлайсыздар ма? Ақшаң болмаса денсаулығың болады. Жартылай сонда қалай? Мен сіздерге қалай өздеріңіздің өмірлеріңізді осы қаншалықты мектепте уақыт өткізгендеріңізге қарамай салауатты өмір салтын ұстану сол барысын түсіндіретін боламыз. Ең бірінші basic definitions, яғни әл-ауқат, well-being және әлеуметтік жағдай үйлесімді болуы, өзін қауіпсіз, бақытты сезінуі. Мысалы, адам қай кезде өзін қауіпсіз, бақытты сезінеді? Яғни ода отбасысы бар кезде, яғни өзінің қолдайтын адамы бар кезде. Мысалы, тамақтанып, спортпен шұғылданатын достарымен жақсы қарым-қатынастағы жасөспірімнің әл-ауқаты жоғары болады. Яғни бұл сөзді қалай түсініп тұрсыздар? Неге біздің достарымыз біздің әл-ауқатымызға әсер етеді деп ойлайсыздар? Себебі олар бізге қолдау көрсете қиын жағдайда. Біз олардың қасында өзімізді сезінеміз. Бірінші осы мектеп кезінен бастап өзіне жақсы ортаның ішінде болса, ары қарай болашақ өмірлеріңізде сол орталарыңызға байланысты болады. Яғни қазір оқушыларға рөлдік ойындар бердім, олар агенттер ретінде өздерінің ойларын қазір білдіретін болады. Әсер тигізеді деп ойлаймыз. Жақсы. Шешім де ұсынысты дискашн дебат ұйымдастырып келді. Яғни сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай екі тақырып таңдай аласыздар. Бізде қай тақырыпта дебат өткілеріңіз келіп тұр? Бірінші тақырып. Яғни дебат дегенімізді бұрын соң естігеніміз оратор, барлығын білесіздер, кейс ашу. Бірақ бүгінгі дебат сәл басқаша болады, яғни дискашн болады. Тек қана әр оқушы өзінің пікірін айтады, бір оқушы бір пікірін айтады, соған керісінше пікір айту керек. Түсіндіңіздер ғой, яғни олай бір оқушы 5 минуттан сөйлеп олай болмайды. Тек қана өзінің көзіңіздер салауатты өмір салтына. Ол мәселе сіздерге қызықсыз болады. Қаншалықты мысалы қасыңызда, құдай сақтасын, мысалы сіздің қасыңызда ана кісі шегіп отырғанмен сізге түсіну ұнамай, сіз ана жаққа ауысып кетесіздер. Яғни ол жақтағы мысалы адамдар басқа нәрсе жайлы, болашақ жайлы әңгіме айтып жатса, сіз олардың бәрібір әңгімесінен кірісесіз, дұрыс па? Содан өзіңізге дейін ақпараттар аласыз. Сол секілді оқушылар бағыттарыңызды ең дұрыс таңдауға аяқ басып жатырсыздар. Сол үшін қателеспеңіздер и дұрыс бағыт таңдай біліңіздер. Сонымен енді қорытындылай кетсек.